Сәлем достар! Бүгін ерекше дәмді, жеңіл, қатпарлы печенье дайындаймыз. Ең алдымен ұнға тұз бен қамыр қопсытқыш қосып, кішкене араластырып аламыз. Содан кейін салқын сары майды ұнға аунатып отырып, үккіштен өткіземіз. Бәрін өткізіп болған соң ортасына 3 жұмыртқа сарыуызын және қаймақ қосып араластырып қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ қамыр болады. Оны таразы көмегімен 30 граммнан бөліп аламыз. Жалпы 24 дана шықты. Табаға салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Ол уақытта жұмыртқа ақуызына шым-шым тұз қосып миксерлеп бастаймыз. Ақуыз көпіршіп бастағанда ақырындап қант қосып отырып миксерлейміз. Қант толық еріп, ақуыз мықты болғанша, формасын ұстағанша араластырамыз. Міне осындай болуы керек. Енді мен 12 данасын ракушка формасына, 12 данасын гүл формасына келтіремін. Солардың жасалу жолын көрсетейін. Дастарханға кішкене ұн сеуіп, қамырды домалақ етіп жаямыз. Бір шетіне ақуыздан салманы саламыз, үстіне жаңғақ сеуіп, видеода көрсетілгендей формаға келтіреміз. Келесі гүл формасына келтіру үшін де қамырды ұн сеппей немесе өте аз ұн сеуіп, домалақ етіп жаямыз да, ортасына салмамызды сығып, үстіне жаңғақ себеміз. 4 жағынан пышақпен кесіп, видеода көрсетілгендей гүл формасына келтіреміз. Алдын ала 140 градуста қызып тұрған пешімізде 35-45 минут пісіреміз. Өз пешіңізді ескере отырыңыз. Дайын болған печеньелерге қантты ұнтақ сеуіп қоямыз. Дәмін енді айта алмаймын. Өзім бірнеше данасын жеп қойыппын. Сондай жеңіл, әдемі нәзік дәм ғой. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, тағы да жаңғақпен өте керемет үйлесімді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеом ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп алыңыз. Арнамда өте көп пайдалы, тез, дәмді рецепттер бар. Ас болсын!